БЦ категория жеңіл жүк таситын машина. Енді СЕ фураға оны бұрыннан жіберіп жатырмыз ғой. БЦ категорияға Франция, Испания, Польша компаниясы арқылы Шенген 29 мемлекетте жүре бересіңдер. Жататын жерлеріңіз Испанияда, например, тоқтасаңыздар, қонақ үйін, Франция болсын, Италия болсын, Германия болсын, жататын жерлеріңізді сізге төлеп береді. Қолдарыңызға миллион 200 жол несін өзгертіп бұзбай жүріңіздер. 56 жасқа дейін, көбінесе 25-тен дұрыс қой, ақыл тоқтатқан, 55-ке дейін хабарласыңыздар. Менің сілтемем бар, сол сілтемені басыңыздар. Менің мамандарым, мен үлгермеймін сіздермен хабарласуға. Менің маманым Авида ханым, Мирас мырза, Бекжан мырза, Сүйіндік, Астанада Гайрат, осы адамдар сіздермен хабарласады. Солармен хабарда болыңдар, қоңырауды соқпаңыздар. WhatsApp-қа жазып жіберсеңіздер, WhatsApp-тан сіздерге міндетті түрде жұмыс уақыты, жұмыс күндерде сіздермен хабарға шығады. Жақсы ма? Келбар компания сайт бар, kelbar.kz деген, соның ішіне кірсеңдер әртүрлі жұмыс бар. Және Германияға біз құрылыс саласына, құрылысты білетін адамдар, екі адамымыз, біреу 3 күннен кейін ауфодорзайын, біреу дейтін 1,5 айдай, 2 айдай істеді, бірақ онымен қоштастық. Қазір адамдарымыз істеп жатыр Германияда құрылыс саласына Польша компания арқылы. Құрылыс жұмысын біліңіздер. Көп адам керек, күніне 70 мың, 100 мың теңге дейін аласың, сағатына 12 евро, 1 евроның қазір 600 бірдеңке теңге, сондай айтқанда жоқ дегенде 720 мың теңге сағатына төленеді. Жататын жеріңіз, тамағыңызға орташа бір 150-200 мың ақша кетеді ғой. Ал егер отбасымен барам десеңіздер, қазір 18 жастан 65 жасқа дейін қойма жұмыстарымен келістім, шартқа отырдық. Табысы 26 злотых, ол өте жақсы табыс. Жататын жерлеріңге отбасымен барсаңдар, отбасымен түсесіздер, бөлме бәрін істеп береміз. Хабарласыңыздар. Жұмыс күндері, жұмыс уақыты біз сіздерді қабылдаймыз. Жұмыс сағат 10-нан кешкі 6-ға дейін, сенбі күні сағат 10-нан 16:00-ға дейін. Және біздің бас офисіміз Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі 37-125 кеңсе. Астанада бізде Гайрат деген мырза отырады. Ол Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 14, бизнес орталық Марден 8-ші қабатта, 8-1 кеңседе. Жұмыс уақыты бәрі бірдей. Сол үшін паспортыңыз болу керек, кредит болса бола берсін, никаких проблем жоқ, сіздер жұмысқа барасыздар. Ең маңыздысы Қазақстан шекарасынан шығуға шектеу болмау керек. Онда шекарадан өткізбейді. Енді сотталмау керек, сотталмаған анықтама аласыздар, енді консул сіздерге отказ береді. Ана Австралия, Корея, Жаңа Зеландия, Канада, Ұлыбританияға завод фабрикаға, құрылысқа туристік визамен жұмыс істеуге болмайды. Кореяда да жұмыс жоқ қазір. 2012-2017 жылдары жақсы болған. Қазір Қазақстан азаматтарын ұстап, депортацияға ұрынып жатсыздар. Табыс та жоқ, шын айтайын. Алданып қалмаңдар, шекарадан өту де қиын. Сол үшін жүрсеңіздер, заңды түрде жұмысқа барыңдар. Егер ана агентстволармен жұмысқа орналастырамын десе, естеріңізде болсын, шартқа именно қай мемлекет, Корея десе Кореяға орналастырамын деп жазсын. Австралия болса Австралия орналастырып. Ол уже ұсталады. Ол уже Қазақстан азаматтары ояқта жұмыс істеуге құқығы жоқ. Және ақша төлегеннен кейін фискалдық чекті алыңдар. Фискалдық чекті компанияның аты, сол компанияның есеп шоты болу керек, сол мекенжайы және шарттың номер жазылу керек. Сонда өз құқықтарыңызды қорғай аласыздар. Бүгін дейтін 20 ақпан 2026 жыл, бүгін біз Құдай қаласа Венгрияға жолға шығамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жортқан жолымыз болсын, қазақ елі мықты ел болсын.